қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр сіздердің? Менің көңіл күйім оң, керемет, тамаша, басқаша болуы мүмкін емес. Өзімнің көңіл күйімді, энергиямды да көтеретін өзім. Сондықтан да таңда ерте тұрыңыздар, күлімсіреңіздер, алғыс айтыңыздар, таңдaba би немесе кауши киім билеп энергияңызды көтеріп алыңыздар. Альфа жағдайында білім алыңыздар. Содан кейін мынандай керемет таза ауаға шығып, одан сайын күш қуаттарыңызды, энергияларыңызды көтеріп, тамақ тауыңызды ішіңізде атқылап, мына теңіздің жағасына келіп, мына теңіздің ауасын жұтпау мүмкін емес. Бірден тыныс алу техникасын жасап кетесіздер. Тыныс алу техникасы ол тегін дәрі. Ауырмау үшін, жарқырап жайнап жүру үшін, ауырмау үшін біз денсаулыққа депозит саламыз. Сіздер счеттарыңызға депозит салғанды жақсы көресіздер ғой. Одан да маңызды денсаулыққа депозит салу. Денсаулыққа депозит салып, күш қуатқа толып, үйге келіп, жарқырап, жайнап, қандай жұмыс жасаймын десеңіздер де, сол жұмысты жасай алатын, махаббатпен жасай алатын сондай жағдайға жетесіздер. Және күнделікті йога жасауды ұмытпаңыздар. Йога бізге осы өмірімізді қалыптастыруға көмектеседі. Йоганың 8 сатысынан өтіңіздер. Өте керемет. Және өздеріңіздің психология, физикалық, психология, эмоциялық, рухани өміріңізге де күнделікті жұмыс жасауға отырыңыздар. Психологиядан да күнделікті даму тұрамын. Бүгін таңда тұрдым да гипнотерапияның көптеген білімдерін қайталап алдым. Өте керемет. Одан сайын өзіңізге деген сенімділік артып, жұмыс жасауға деген құлшыныстарыңыз арта түсетін болады. 17 қараша Джо Диспензадан оязық. Өзіңіздің қалаған болашағыңыз болып қойғандай өмір сүріңіздер. Ой, мен эмоцияны басқарған жасампаз жаным. Бүгінгі күнімізге сәттілік тілеймін. Қазір үйге барып шырын жасап ішетін боламын. Одан сайын витамин, клетчаткалерді